Теханализ бен смарт манийдің айырмашылықтары қандай? Ендеше схематикалық мысалға назар аударайық. Техникалық талдауда біз не көреміз? Баға канал бойымен жоғары бағытталып бара жатқанын және бағаның кері бұрылып каналға пробитие жасағанын байқауға болады. Бұл жағдайда трейдерлар сол бұзылған тренд линиясына бағаның қайтып келіп ретест жасағанын күтеді және баға қайтып оралған кезде олар өздерінің ордерларын қояды немесе сол жерден позицияға бірден кіріп кетеді. Ал олар стоп приказдарын қарсылық аймақтарына, яғни сол жердегі бір максимумдардың жанына немесе үстіне қояды. Ал таргеттерін баға қайтадан кері бағытқа реакция жасайды деген қолдау аймақтарына қояды. Көріп отырғандарыңыздай, біздің жалпы схематикалық мысалдағы позиция take profitпен жабылды. Бірақ енді смарт мани стратегиясымен салыстырып көрейік осы техникалық анализді. Теханализде риск көп, ал пайда аз. Оған дәлел үстіндегі мысал. Ал смарт маниде әлде қайда дәлірек, және бұл жерде риск аз болады, ал пайда көбірек болады. Бірақ бұл стратегияның логикасы мүлде басқа. Біз HTF таймфреймнен бағаның PD массивке келуін және кіші таймфреймде слом структура болып, жоғары таймфреймдегі контекстіміздің расталуын күтеміз. Содан кейін премиум зонадан бір интересный зонаны тауып аламыз, ол имбаланс немесе ордер блок деген сияқты. Және сол жерде баға жеткесін сол аймаққа біз шорт позицияны ашып, таргетімізді қарама-қарсы бағыттағы sell-side ликвидностіне орналастырамыз. Енді нақты графикалық мысалды қарастырайық. Бірінші теханализ бойынша талдау мысалы. Тағы да баға тренд сызығымен төмен бағытталып бара жатып, тренд линиясына пробитие жасайды, яғни бұзып өтеді. Сосын біз бағаның қайтып келіп сол аймаққа ретест жасағанын күтеміз. Және ретест жасаған кезде біз позицияға кіріп, стоп лосты свинг лоудың, яғни қолдау аймақтарына қоямыз, ал таргетімізді қарсылық аймағына орналастырамыз. Дәл сол мысал смарт мани стратегиясында қалай орындалады? Бірінші сломды күтіп, одан кейін ғана дискаунт зонасындағы имбаланстан және ордер блоктың 50%-на келген кезде біз сатып алуға дайынбыз. Яғни сол жерге ордерімізді орналастырамыз. Ал таргетімізді алдыңғы аптаның максимумы және buy-side ликвидностіне қоямыз. Біз бағадан не күтеміз? Равны максимумдар мен алдыңғы аптаның максимумының алынуын күтеміз және